Сәлем достар, бүгін мен Ауылбай қыз фильмін түсіретін боламын. Бұл бірінші часть. Сіздерге менің қар әлемдегі оқиғаның бірінші часті ұнаса, егер де онда мен екінші частін шығарам. Сіздер егер көрген болсаңыздар, маған комментарияға, сол видеоның комментариясына екінші бөлім деп жазып кетіңіздер. Сол кезде екінші бөлім шығаратын боламын. Сіздерді күтемін. Сіздер маған тіркеліп лайк басуды ұмытпайды деп ойлаймын. Әрине, сіздер бүгін Ади Тока каналындасыздар. Кеттік, бастайық. Так, телефонды басайын. Сәлем достар, менің атым Азире. Менің үйімде біз 4 баламыз. Менің ата-анам жоқ. Я, олар мені ауылға тастап кетті. Білмеймін, келеміз деді, бірақ келмей жатыр. Көп күн болды, келмеді. Ал менің ата-әжем бар. Үйде 4 баламыз, және ата-әжеммен тұрамын. Және мен ауылда тұрамын. Көбісі ауылда тұрасың, Ауылбай деп жазады. Мен олай айтпаңыздаршы, мен ол кезде мұңайып қаламын. Сөзім болғанда. Кішкене кітабымды оқайын. Елдің тәртібі осыда. Ой, сен алманы сөйтіп жатсың ба? Мен деп алған алманы ағашты қозғалтсам ғана шығады. Қойшы, Самат. Өзім әрең теріп жатырмын, бойым жетпей. Ой, я не знаю. Туыт түспей қойды ғой, тек мәшітте таяқтады. Өзім аласынан мұнияқтан. Сен сияқты емеспін ғой, құртық. Өзің құртық. Болма, жеге барайғандар. Давай кеттік. Әже, біз заттарды келдік. Әкел. Алмаларды ма? Болды ма? Тілдіңдер ма? Овыштерға қоя салыңдар жандарына. Болды, көріндер мұздамай. Әже, бізге бургер жасап берші. Қазір егер үйде бургердің заттары болса, жасап берем. Аха, кеттік жүр. Не істеп жатсың, Азире? Кітап оқып. Бізде оқы онда. Жүр екеуміз. Қаяқта оқимыз екеуміз? Қаяқта оқимыз? Әже, біз қаяқта оқимыз? Оқи беріңдер. Далаға шығып, ауада оқыңдар болмаса. Болдым, кітап оқып. Далаға шығып ойнап келейінші. Әжетай, далаға шығып ойнап келсем бола ма? Болады, жаным, ойнай ғой, бірақ жылы кейін. Жарайды, әже. Көйлегімді тапсам, киім тапсам киермін. Біздің үй. Анам кеткелі бері жағдайымыз болмай жатыр. Мамам қашан келеді? Көйлегім де жоқ бұнда. Мамам қалай деп кетіп еді? Кімдер балалар, кімдер? Балалар, өздерің күле беріңдер, біз асығыспыз. Біз жұмысқа барып келеміз. Жарайды. Кіріңдер. Мен отырамын. Мен де. Сендер кіргілерің келмей ме? Әжені көрсеңдер. Әже барма үйде, мен де барам. Мен де. Әже, біз келдік. Мамаларым қайда? Асығып кетіп қалды. Жарайды. Мен далаға кеттім. Мен өз асық қой. Асығыс қой. Я, асығыс. Біз де асығыспыз. Әже, күш тамақ пісіріп жатқан сияқтысыз. Біздің бөлме осы ма? Керемет. Так, балалар кірді.
Енді біз сотқа баруымыз керек. Маған айтқан, егер соттан дұрыс шықпасаңдар, сен әйелі сен осы елден басқа елге қуыласың деді. Ал маған түрмеге қамаласың деді. Жаман. Ұтылмау керек. Кеттік. Анашымның сот деген сөздерін естіп қалып едім. Жарайды. Көп ол туралы ойымдай берме деген мама. Бірақ сені сағынып кеттім. Біреу жылап жатыр ма? Білмеймін. Барып көріп келейін. Не жақтағым? Сендер емес пе жылап жатқан? Жоқ. Сендер неге жылап жатсың? Мамамды сағынып кетті. Мамам келген жегелі қанша заман болып кетті. Мамаң елден қойылды. Ал әкең түрмеге қамалды. Жылама. Келеді олар әлі де. Енді біздің елде жүре берсе не болды? Біздің жақта жүре бер. Еден болды ма? Шынымен ба? Той енді қашпашы менен. Қойыңызшы, сізден қорқамын мен. Мен мамамды сағындым, мамам тезден қарасам келмейді. Білемін, сенді түсінемін. Бізде де сондай анасыз жағдай өміріміз өткен. Шынымен ба? Қалай өткен? Жүр айтамын. Бірақ сен жылама. Жүр. Отыра. Тыңдайын. Білетте, біздің мамамыз Тобайға кеттік деп қайтып келмей қалған. Содан бері не болғанын дым білмедік. Енді ойымдама, мен же солай өмір өтті бізде де. Достар, бұндай болмасын. Құдай сақтасын. Бізді ғана Құдай сақтасын демей қояқ. Елдің бүкілін, осы қазақ еліміздің, үлкен жеріміздің, домалақ жеріміздің бүкілін Құдай сақтасын. Бұл это просто видео. Жылама болды. Жарайды жетей. Ойындамаңыз. Жылама. Не болыпты? Біздің қызымыз мамасында сілеп жылап отыр. Болды, көп ол туралы ойлай берме. Жарайды. Үлкенім ғой дедің. Не болса да балаларға қарау керек. Бұлай жылаудан түк шықпайды. Балалар үйге кірнер мұздайсыңдар. Жарайды әпке. Жүріңдер. Кітаптарыңды қойыңдар. Кеш батты. Не айттым ғой. Кеш батырды далаға ойнауға болмайды. Иә. Ұйықтатайық балаларды. Ұйықтаңдар балалар. Жүр екеуміз ұйықтай басымыз. Мен үйдің бәрін сөйтін үшін шығам, сен бара бер.
біздің министрлікте жалпы үкіметтің тарапынан мынау әлеуметтік салаға бөлінетін мысалы салынатын пәтерлерге бұл баға тұрақты негізінде. Нарықтағы баға құрылыс компаниялар көрші светін вечер пәтердің классына қарай осыға қарау керек, осы бір омыртқашы. жаңа салық кодексінде талқыланып жатқан құрылыс Так. компаниялары үй салатын компаниялардың да шығысына әсер етуі бұл енді компанияның әртүрлі санаттағы тұрғын үй салатын негізгі компаниялар жалғыз мынау әлеуметтік сала емес, олар қосымша жаңағы бизнес классында салынады. Сол үшін Әдемі. мысалы өнімдерін әртүрлі Так. Тұр сен жүр. Қазір жатады бұл жүрек. Пижамаңды ауыстырып ал енді. Маған айтып еді ғой, пижамасын ауыстырып ұйықтауды ұмытпасын деп. Павлодар облысындағы алтын кәсіпорындар экологиялық талапты орындамай, ауаға 500 мың тонна зиянды зат тастаған. Автоматтандырылған мониторинг жүйесін орнатпаған 8 айыптыге өткен жылы 2 миллион 800 мың теңге айыппұл салған болатын. Өндіріс орындарының жұмысы тоқтатыла ма? Тұрғындар жылу жақсы қоймай ма? Мен де ұйықтайын. Түркістанда Уф, бермей. үздіксіз демден әлем рекордын Ой, цветіне жүді ұмыт кеттім. 2 сағат бойы топты әуелете теудің сыры. Достар, екінші осы Ауылбай қыз деген серияның екінші сериясын шығарайын ба? Осы видеоға да видеоның комментариясына да я жоқ жазып кетіңіздер. Айтпақшы, сіздермен бірге болған Ади Тока. Сау болыңыздар. Всем пока.